Ассаламағалейкум, құрметтегі жақсылар, құрметті достар. Қайырлы кеш баршаларыңызға. Енді почти кеш болды. Қазір енді күн ерте батып жүр, сондықтан кеш. Кейбір өңірлерде сағат 3-тің кезінде уже күн батып кетеді. Қалайсыздар достар? Құрметті игі жақсылар. Уағалейкум ассалам, Карим. Қалайсыздар? Ассаламағалейкум, откат туралы айтсаңыз өтініш дейді. Бұйырса арнайы келесі эфирді соған бағыттаймыз, Алла қаласа. Откат, панический расстройствоның, панический атаканы қайталанып келуі, Алла қаласа. Бүгін көптен бері эфирге кірген жоқпын, достар. Себебі қазір курсқа дайындалып жатырмын. Ертең Алла қаласа қаңтар айының 6 жұлдызында осы КПТ терапиясы бойынша курс дайындап жатырмын. Арнайы шәкірттер дайындап, сертификат беретін қылып, арнайы мамандарды дайындайтын курс. Енді осы кезге дейін адамдармен жұмыс жасап жатырмын ғой. Қаншама жаңа психический расстройствода жүрген адамдармен жұмыс жасап жатырмын. 5000-нен астам адаммен жұмыс жасаппын, 5000-нен астам адаммен кездеспін. Енді осы тәжірибемді Алла қаласа бөлісейін деп жатырмын. Шәкірттер дайындап, КПТ терапиясын үйретейін деп жатырмын. Ол қаншалықты жұмыс жасайды, когнитивно-поведенческий терапия. Соны хабарлайын деп, иншалла кіріп жатырмын. Паникалық шабуылда жүректе экстрасенсория бола ма? Болады. Миллион рет айтып келдік. Айша ханым, сіз білесіз, сіз қанша уақыттан бері, уже жылдан асып кеткен шығар, сіз менде подписаны болғаныңызға бір нәрсені түсініңіз. Бір сұрақты қайталап сұрай берумен адам жеңілдемейді, онымен жұмыс жасау арқылы жеңілдейді. Сіз менен ол сұрақтың жауабын білумен кішкене краткосрочный перспектива дейді, оны аз уақытқа сізде жеңілдік болады. Пока что мына ойдағы искаженное мышление дейді ғой, мынау когнитивный искажениелер кетпейінше, соны алып тастамайынша, солармен жұмыс жасалмайынша, солармен проработка жасалмайынша, сіз бұл проблемадан арылмайсыз, осы нәрсені түсініңіз. Көрдіңіз ба? Мен сізге жарайды, экстрасенсория болады, аритмия болады, тахикардия болады, панический атакан кезінде осындай проблемалар болады деген симптомдарды айтып жатырмын. Бірақ сіз қайтып келіп осы нәрсені сұрай бересіз да, неге мен болады деп айтсам, как будто сіз жеңілдеп қалатын сияқтысыз. Ал болмайды деп айтсам не болады? Гүлшат, дауысын қайтар. Болмайды деп айтсам не болады? Мазаңыз қайтадан қаша ма? Сізге менің жауабым қызық болмау керек қой, былайша айтқанда. Сізге мына мидағы проблема, мынау искаженные мысли дейді ғой? Искаженные автоматические мысли. Бұрмаланған автоматты ойлар, обсессивный мысли, обсессивті мынау жабысқақ, навязчивый мысльдармен жұмыс жасау керек. Сіз бұл состояниеден шықпайсыз. Мысалы, Құдай тағала сізге 100 жыл өмір береді, 100 жыл өмір берді деп есептейік. Сіз 100 жыл бойы осы проблемамен жүре бересіз бе? Проблема сізде, сіздің көзқарастарыңызда, сіздің қабылдауыңызда, сіздің ойларыңызда. Проблема сіздің бойыңызда болып жатқан әртүрлі симптомдарда емес. Ол просто события, ол жағдай. Симптомдар, телесный симптомдар, немесе сыртта айналада болып жатқан әртүрлі жағдайлар, оқиғалар, бұл события, сырттан әсер етіп жатқан события. Оның әсер етіп етпеуі бізге байланысты. Мысалы, бір адам қайтыс болып қалды деген хабарды естідік, сол кезде бізде автоматически мазамыз қашады. Неге? Өйткені біз сол адамның қайтыс болуын дұрыс емес интерпретация жасадық, дұрыс емес өзімізге түсіндірдік, дұрыс емес қабылдадық. Ертең менде сондай болып қалады, маған да бір нәрсе болып қалады деген ойды ойладық, соның негізінде бізде не? Мазасыздық пайда болды, тревога. Достар, бір нәрсені түсініңіз, сізде ойлар мазалайтын, ойлар. Айша ханым, мен сізді қанша уақыттан бері білемін, сіз просто бір сұрақтың
жауабын қайта алғанмен сіз жақсы болмайсыз. Сізде прогресс болмайды. Мен келесі эфирге кірсем, ол сұрақты қайтадан қоясыз. Мысалы, откат жайлы айтыңыз деп жатыр ғой. Ол откат жайлы талай видеомызда, қарайған видеода айтып кеткен, YouTube'да тегін видеоларын толып тұр. Соны қарап шықсаңыздар, миллион рет симптомды қайталап жатырмыз. Миллион рет. Одан пайда болып жатыр ма? Одан ешқандай пайда жоқ қой. Ол симптом бола береді, пока что сізде қорқыныш, үрей кетпейінше. Ол үрей неден болып жатыр? Үрей ойлардан, искаженный ойлардан, жаңа жабысқан ойлардан. Маған бір нәрсе болып қалады. Мен ауырып қалам, мен өліп қалам, мен инсульт, инфаркт алып қалам деген ойлардың негізінде сізде үрей қатты болады. Үрей болған кезде әрине денеде телесный симптомдар болады. Денеде әртүрлі симптомдар болады. Ал симптом болған кезде тоже симптом үшін, я, страх из-за симптомов дейді ғой. Симптомдарға бола қайтадан қорқасыз, уже бұл жерде страх из-за страха дейтін нәрсе пайда болады сосын. Тревога из-за тревога. Дүрбелеңнің себебінен дүрбелеңге түсу, уайымның себебінен уайымға түсу, аурудың себебінен ауруға түсу деген сияқты. Бұны вторичный стресс дейді. Сондықтан бұл жерде конкретно психологияны білу керек, достар. Психологияны. Мен всегда айтамын, дәрі, медицина никак көмектеспейді панический атакадан шығуға, тревожный расстройстводан, психический депрессивный расстройстводан шығуға дәрі көмектеспейді. Я дәрі уақытша обезболивающий ретінде қолданылады, чтобы сізді ұйықтату үшін, демалдыру үшін, я. Өткен депрессияда жүрген адам, панический атакада жүрген адам ұйықтай алмай қалады. Сол кезде оған жаңағы айтқан медикаменттер беріледі ұйықтату үшін. Но бірақ сіз ұйықтаумен жазылмайсыз да бұл нәрседен. Ұйықтап тұрасыз, ертесіне тағы сол баяғы ойлар келе береді. Дәрі ешқашан ойлармен жұмыс жасамайды. Медиктер ойларыңызбен жұмыс жасамайды. Медик сіздің физиологияңызбен жұмыс жасайды. Бұл жерде сіздің ойларыңызбен жұмыс жасайтын психология, достар, психотерапия. Вот, сіз психологияны меңгермей, психологияны түсінбей, я? Сізде мына когнитивный мышлениеңізді, мына когнитив, сіздің көзқарастарыңыз, воображение, елестету, визуализация, ойларыңыз, убеждениялар, наным сенімдеріңіз, я? Верование дейді ғой, наным сенімдеріңіз. Солар дұрыс жаққа өзгермейінше, мышление өзгермейінше сізде ешқандай прогресс болмайды. Проблема ойларда. Мысалы, сіз төсекті қарым-қатынас жайында ойласаңыз, сізде телесный реакция болады. Денеңізде бір реакция болады, қозу болады мысалы. Сіз өлім жайында ойласаңыз, сізде денеңізде тітіркену болады, денеңізде дискомфорт болады. Потому что неге? Әртүрлі ой, әртүрлі эмоцияны создавать етеді. Разные мысли, разные эмоции дейді, да? Әртүрлі ой, әртүрлі эмоцияға себеп болады. Ал эмоция болған жерде міндетті түрде денеде не дискомфорт болады, немесе денеде бір жайлылық болады, немесе денеде рахат болады деген сияқты, да? Ол сіздің ойыңызға байланысты. Егер сіз позитивні ойласаңыз, денеңізде бір жеңілдік, күшті энергия пайда болады. Ал егер сіз негатив ойласаңыз, онда сіздің денеңізде дискомфорт болады, достар. Ұйқысыздықтан қалай арылуға болады? Бұл жерде біз ұйқысыздықтың причинасын анықтауымыз керек. Вот именно консультация маңызды. Консультация бірінші орында деп айтатын себебім сол. Сіз ұйқысыздықтан қалай арылуға болады деп жаздыңыз, а мен сіздің әлі физиологияңызды, психологияңызды зерттеген жоқпын. Осы жерде битіп жауап бере салу оңай. Жауап бере салу. Жалпыға жауап, бір жауап жүрмейді, достар. Көп адамдар мен видеомда қарайды да, все осындай. Жоқ. Жалпы, әр адам индивид, жеке тұлға. Әр адам жеке тұлға, әркімнің мінез құлық темпераменті бар. Біреу холерик, біреу сангвиник, біреу меланхолик, біреу жаңағы флегматик деген сияқты, я? Психологияда сондай мінез құлық темпераменттері бар. Әркімде әртүрлі. Біреу позитивный жүреді, тоже панический атака болады ол адамда. Біреу жаңағыдай холерик, ашушаң, постоянно агрессивный жүреді, ол да тоже панический атакада жүру мүмкін. Әр қайсына әртүрлі подход жасалады. Енді сіздің бұл жерде ұйқысыздығыңызды біз анықтаймыз. Консультацияның кезінде причинасын анықтаймыз. Сізде, может, гиподинамия болып жатқан шығарымыз, мысалда, немесе сізде жаңағы айтқан тревожный расстройство, жаңағы айтқан искаженный ойлар бар шығар, әртүрлі ойлар келе береді, обсессивный мысли, ОКР бар шығар, немесе агорафобия, әртүрлі фобиялар бар шығар, мысалда, социофобия бар шығар деген сияқты. Солардың себебіне сіз ұйықтай алмай қалуыңыз әбден мүмкін, да, мысалда. Соны анықтаймыз, соған біз не істейміз, ем-дом береміз. Былайша айтқанда, қалай сол когнитивный искажениялер жаңағы айтқан, предсказание негативного будущего, болашаққа жағымсыз болжам, немесе чтение других мыслей, өзгелердің ойын оқу, персонализация, өзіңізге бір нәрсені тарту деген сияқты, катастрофизация, любой бір нәрсені катастрофамен байланыстыру, мысалы, самолетқа отырсаңыз, все, самолет авария болады, мен өлемін деген сияқты, да. Соларды не істейміз? Солармен проработка жасаймыз.
соған альтернативный мысли тауып береміз, баламалы ойлар тауып беріп, соны миға закрепить етеміз. Сондықтан панический атакадан сіз қашан шығасыз? Ойларды жеңген кезде, ойлармен жұмыс жасалған кезде, достар. Сондықтан психологияны білу қазіргі кезде, өйткені бірінші орында психологияны білу өте маңызды іске айналды. Сондықтан неге? Себебі информация көп. Жаңағы айтқан средства массовой информация дейді ғой. Информация өте көп. Әлеуметтік желіде жаман, негативті ақпараттар өте көп. Сіз любой қайғылы жағдайға дайын болуыңыз керек. Потому что сізде қазір болашаққа қатысты негативный предсказание бар ғой, болашақта осындай жағдай болуы мүмкін. Болуы әбден мүмкін. Осы нәрсені түсініңіз и допускать етіңіз, өзіңізге өткізіңіз. Мысалы, сіз болашақта өмір өте береді, сіз әке шешеңізден, туыстарыңыздан, жақсы көретін итіңізден, күшігіңізден, мысығыңыздан, жануарларыңыздан, немесе ақшаңыздан, дүниеңізден, бизнесіңізден айырылуыңыз әбден мүмкін. Осы нәрсені қабылдаңыз. Сондықтан мүмкін, бұл сізді тревожить етуі мүмкін, но бірақ сонымен бірге сізге мотивация да береді. Сіз бір сәтті, жаңа ыңғайлы сәтті күтіп отқан сияқтысыз да, бір уақыт келеді, мен сол кезде шығып кетемін. Жоқ, ренжімеңіз. Өмір сіздің ыңғайыңызға қарап өзгермейді. Осы нәрсені осознавать етіңіз. Осы нәрсені қабылдаңыз. Никогда өмір сізге қарап, сіздің ыңғайыңызға қарап өзгермейді. Любой время сіз жақындарыңыздан айырылып қалуыңыз әбден мүмкін. Осы нәрсені түсініңіз. Енді сіз өмірді өзгерте алмай жатсыз ба? Енді өмірге деген көз қарасыңызды өзгертуіңіз керек. Сенеканың айтатын сөзі бар. Егер сен өміріңді өзгерте алмасаң, дейді, өмірге деген, өзіңнің өміріңе деген көз қарасыңды өзгерт, дейді. Сіз мышлениені өзгертуіңіз керек. Түсінесіз ба? Любой время сіз любой қайғылы жағдайға төтеп бере алатындай психологияны дайындауыңыз керек. Мысалы, адамдардың көбісі ковидтің кезінде осы состояниеге түсіп кетті. Неге білесіздер ме? Өйткені ковидке ешкім дайын емес болды. Коронавирустың кезіндегі ситуацияларға, болған жағдайларға ешкім дайын болған жоқ. Дайын болған жоқ. Ешкімнің психологиясы дайын болған жоқ. Вот именно адамдардың көбісі ковидтің кезінде осы панический атакаға түсіп кетті. Қатты панический атака болды. Адамдарда көбісінде жаппай жаңа агорафобия пайда болды. Эпохондрия дейтін нәрсе, эпохондрическое расстройство пайда болды. Өз-өзінен ауру іздей беру деген сияқты. Содан дәрігердің алдынан шыға алмай қалды. Сосын қазір кезде көп адамдарда ПТСР бар. ПТСР дегеніміз посттравматическое стрессовое расстройство, яғни ковидпен байланысты. Ковидті есіне алса, автоматически тревожность басталады. Неге? Ол адамда ПТСР бар. ПТСР дейді оны. Өткен шақта, өткен өмірде бір қайғылы жағдайлары болады да, соны есіне алған кезде тревожность етеді. Ол өтіп кетті негізі. Мысалы, бір адамдар соғысқа қатысады, соғыстың кезінде нормальный болып жүреді, и соғыс біткеннен кейін сол соғыс есіне түссе, тревожное расстройство басталып кетеді. Бұны ПТСР дейді. Қазір мысалы ковидті есіне алса, бір адамдарда мазастық болады. Көрдіңіз, ол өтіп кетті ол өмір. Сосын ковидтің кезінде адамдардың көбісі панический атакаға түсті. Менде тоже ковидтің кезінде қатты болды панический расстройство. Неге? Өйткені ешкім дайын болған жоқ ол нәрсеге. Біз психологиядан хабарымыз болған жоқ. Сондықтан психологияны білу қазір кезде маңызды, бірінші орында. Вот именно КПТ, когнитивно-поведенческий терапияны біліп алсаңыз, сіз любой қиындыққа, любой психологический нагрузкаге дайын боласыз. Сондықтан, потому что когнитивно-поведенческий терапия нені үйретеді сізге? Болып жатқан ситуация емес сіздің мазаңызды қашыратын. Сол болып жатқан ситуацияны дұрыс емес өзіңізге интерпретация жасау, дұрыс емес оны түсіну, дұрыс емес қабылдау, немесе болып жатқан ситуацияға деген сіздің дұрыс емес көзқарасыңыз сіздің мазаңызды қашырады деп түсіндіреді. Енді қалай өзгертуге болады? Оны КПТ әртүрлі техникалармен, әртүрлі методикалармен сізді сол нәрсеге алып келеді, адаптацияға түсуді үйретеді, былайша айтқанда. Сіздегі адаптивный режим дейді ғой, соны жұмыс жасауды үйретеді. Солай, достар. Сізде болды ма дейді. Ол менде емес, ол барлық панический атакада жүрген адамда болады. Экстрасенсиялы панический атакаға түскен барлық адамда болады. Просто ол адамдардың барлығында әртүрлі симптомға доминант болады. Мысалы, біреуде жүрегіне, сізде жүрекке доминант бар, яғни жүрегім бір нәрсе болып қалмаса екен, потому что жүрек жайында көп информация тыңдап алғансыз. А біреуде асқазанында доминант, асқазанында бір жаман ауру жоқ па, біреуде тамақта жаман ауру жоқ па, тамағымнан ұстап тұр деген сияқты. А біреуде басында, біреуде аяқ қолда деген сияқты. Үйіп қалады аяқ қолы, немесе тремор болады. А бір адамда құлақта шыңылдау, шум в ушах дейді. Біреуде көздің алды бұлдырау, мушка в глазах, көздің алдында шыбындар ұшып жүрген сияқты сезім. Доминант, әркімде әртүрлі доминант болады, достар.
Барлық адамда экстрасистемия болады. Паническая атакаға түскен, не только ол паническая атакада жүрген, спортсмендерде де болады экстрасистемия дейтін нәрсе. Жүрек бүлкілдейді, немесе двойной удар соғады, немесе бейне бір соқпай қалған сияқты сезім болады. Ол қалыпты жағдай, ол паническая атаканың кезінде қалыпты жағдай. Жақында басталды емес, ол бұрыннан бар нәрсе, Айша ханым. Бұрыннан бар нәрсе. Просто сіз сол кезде доминант басқа симптомда болды. Мына нәрсені түсініңіз, доминант дейтін нәрсе басым ой. Сіздің ойыңызды өзіне тартып тұратын денеде бір симптом болады. ВСД-ның вегетососудистая симптом болады. Мысалы, ішіңіз қатты күйіп ауырып тұрады да? Ішіңіз қатты күйіп ауырады. Менде болды. А сол кезде менде тоже экстрасистемия болды, бірақ ол емес, мені тартып тұрған, мына ішім. Сол кезде экстрасистемия болды, мен ол жүрегіме қатты мән бермейтінмін. А мына ішім басылғаннан кейін жүректегі экстрасистемия, жаңа тахикардияға көп мән беріп бастадым деген сияқты. Ол бұрыннан бар, экстрасистемия дейтін нәрсе, симптомдар, паническая атаканың кезінде симптомдар барлығында бірдей. 99.9% барлығы бір-біріне ұқсас айнала келгенде. Сәлеметсіз ұстаз, секрет фильміне көз қарасыңыз. Секрет фильм білмейткен, не ол секрет деген? Сен мені емдедің, арақты қойдан дейді. Сен мені емдедің дейді. Арақты қойдым да. Алла разы болсын, машалла. Бұрын тахикардия болатын. Білетін едім дейді. Тамаша, все болды. Ассаламалейкум, ұстаз, қалай жағдай? Амансыздар ма? Алейкум ассалам, шүкір, алхамдулилля. Жақсымыз. Сен мені емдедің, арақты қойдым дейді. Алла берекет берсін, машалла. Арақ дейтін нәрсе денсаулыққа өте зиян нәрсе. Арақ дейтін нәрсені керек емес. Просто өмірден ләззат алуды үйрену керек. Арақ ішкен адам өмірден ләззат алмайды ғой. Үй іші бала шақам ғой. Шүкір, алхамдулилля. Үй іші бәрі жақсы. Ассаламалейкум, ұйықтай алмай жүрмін, 10 күн болды дейді. Причинасын анықтау керек. Консультацияға жазылыңыз. 10 күн емес, 20 күн, 1 жыл жүре берсеңіз, жүре бересіз ол. Ұйықтай алмай. Сондықтан консультацияға жазылыңыз. Көп адамдар өзінше бір уақытты күтіп жүр да, бір конкретно бір уақытты күтіп жүр. Сол уақыт никогда келмейді. Осы нәрсені естен шығармаңыз. Уақыт ешқашан келмейді. Өмір ешқашан жақсы болып кетпейді. Өмір қалай бар, солай қабылдаңыз өмірді. Өмір ешқашан сізге жұмсақтық танытпайды. Бұл өмір қатал. Сонса бұл өмір қатал, солай түсініңіз. Өмір никогда сіздің ыңғайыңызға қарап жығылмайды. Өмір ешқашан сізге келіп, алақан жайып, тұра ғой жаным, ойбай сен қиналып жүр екенсің демейді. Сізге ешкімнің жаны ашымайды. Осы нәрсені, консеквенция, осы нәрсені жеме-жеме келгенде түсініңіздер, достар. Сізге ешкімнің жаны ашымайды бұл өмірді. Жаны ашуға міндетті де емес. Тіпті әкеңіз, шешеңіз, жақындарыңыз, туысқандарыңыз, бала-шағаңыз ешкімнің сізге жаны ашуға міндетті емес. Осы нәрсені осознавать етіңіз, орныңыздан тұрыңыз, әрекет жасаңыз. Конкретно сізге көмектесе алатын қандай мамандар бар, барыңыз, жұмыс жасаңыз. Шығыңыз, шығудың жолдарын үйреніңіз, меңгеріңіз. Психологияны меңгеріңіз, спорттың бірнеше түрін меңгеріп алыңыз. Дамудың үстінде жұмыс жасаңыз. Сізге ешкім еш нәрсе міндетті емес, достар. Біреу барды да акиматтың алдына барды да өзін өртеп жіберіп жатыр. Мысалы, кеше осы бізде болған оқиғалар. Сен өзіңді өзің өртеп жібердің, өлдің, қалдың, все болды. Не болды? Не істедің сен өзіңе, мысалда? Не істедің? Әрине, сенің жағдайың өте қиын, бірақ просто түсініңіз. Саған өмір ешкім бере алмайды. Просто сен болмашы бір ақшаға бола, акимат маған бір нәрсе жасап беру керек, президент маған бір нәрсе жасап беру керек, өкімет маған бір нәрсе жасап беру керек. Достар, долженствование дейтін нәрсе адамды құртатын нәрсе болды. Міндет түсіну. Яғни сенің өмірге келгеніңе ешкім кінәлі емес, менің өмірге келгеніме ешкім кінәлі емес. Сонса, мен өмірге келдім, енді берілмеуім керек. Маған ешкім еш нәрсе міндетті емес. Сіз маған еш нәрсе міндетті емессіз. Маған әйелім міндетті емес. Маған әке-шешем міндетті емес. Все болды, олар дүниеге әкелді. Мен ары қарай енді өзім әрекетім жасауым керек. Мен жылжуым керек. Вот мен паническая атакадан осы нәрсені түсінген кезде, жауапкершілікті қолға алған кезде шықтым. Мен бұрын жата беретінмін. Как будто маған бір ыңғайлы уақыт келеді, бір күн бір шығатын уақыт келеді. Жоқ, ол уақыт келмейді. Уақытты сен создавать етесің. Сол сәтті сен создавать етесің. Қазірден бастап. Сенде қазір бақытсыздық деген состояние ма? Енді бақыт дейтін состояниені сен жасайсың, өзің жасайсың. Сонса, проблема ішіңде, внутренний проблема болып жатыр ғой қазір сенде.
Салам, қалайсыз? Спорт жәрдем бере ме? Спорт жәрдем береді, егер ойыңыз дұрысталса. Себебі спорт залға барсаңыз, жақсы пайда аласыз. Бірақ спорт залға барған кезде адамда дискомфорт болуы мүмкін, головокружение болуы мүмкін. Себебі ауыр тастар көтерген кезде бас айналады. Сол бас айналған кезде сізде искаженный ойлар, қазір құлап қалам, маған бір нәрсе болып қалады деп ойласаңыз, сізде паническая атака болады, келесіде спорт залға келе алмай қалуыңыз әбден мүмкін. Сондықтан сіздің психологияңызды бірінші спорт залға дайындауыңыз керек. Бір нәрсені түсініңіз, достар, сіз паническая атаканың не екенін түсінбей, паническая атакадан шықпайынша сіз еш нәрсе жасай алмайсыз. Сіз не только спорт ол. Сіз үйден де шыға алмай қалуыңыз мүмкін. Сіз қарапайым күнделікті жасап жүрген жұмыстарыңызды жасай алмауыңыз мүмкін. Себебі любой нәрсені, любой бір дискомфортты сіз катастрофамен байланыстыра бересіз. Бірінші мышлениеңізді дұрыстап алыңыз, залға бармай тұрып. Залға барасыз қазір, одан сайын паническая атаканы асқындырып алуыңыз мүмкін да. Себебі сіздің ойларыңыз дұрыс емес. Спорт, конечно, көмектеседі. Егер сіз көмектеседі деп барып жұмыс жасасаңыз. Бірақ ауыр темір, тренерлер ауыр темір береді, көтерген кезде жүрегіңіз тарсылдап соғады, аяқ қолыңыз дірілдейді, басыңыз айналады, сол кезде не істейсіз? Спорт залдан қашып кетесіз да, мысалда, паническая атака болып. Міндеттерді алып тастау керек. Конечно, міндеттерді алып тастау керек. Пожелание дейтін нәрсе бар, пожелание. Қалау сезіміне ауыстыру керек, любой нәрсені. Мен ешкімге еш нәрсе міндетті емеспін деген сияқты. Президент маған еш нәрсе міндетті емес. Ата-ана маған еш нәрсе міндетті емес. Біз міндеттеп тастағанбыз. Ешкім менің айтқаныммен жүруге міндетті емес. Осы нәрсені түсінуіміз керек. Мен мысалы діни уағыз айтып жатырмын. Менің айтқан уағызым бойынша да жүруге міндетті емес. Адамда таңдау еркі бар. Алла таңдау еркін берді. Біреу қаласа арақ ішіп кете алады, қаласа арақ ішпейді, арақты доға қоя алады деген сияқты да. Ол өзі таңдады қалай жүруді да. Мысалы, арақ ішті, ол өзіне зұлымдық жасап жатыр, ол маған зұлымдық жасап жатқан жоқ арақ ішумен. Немесе Аллаға зиян беріп жатқан жоқ олмен да. Просто Алла Тағала айтты, арақ ішпе деді. Арақ ішпе, жаман жолмен жүрме деді. Егер мен арақ ішсем, мен ешкімге зиян беріп жатқан жоқпын, ол өзім таңдадым, просто өзім денсаулығымды кетіріп жатырмын да, болғаны. Сондықтан, достар, любой адамда таңдау еркі бар. Алейкум ассалам. Сізге бар, сіз келдіңіз, консультацияға келдіңіз. Все, болды. Ары қарай сіз терапия алған жоқсыз, сіз менімен жұмыс жасаған жоқсыз. Келдіңіз, болды, кеттіңіз. Все. Кеттаудан ғой дейді. Ақтаудасыз ба? Ақтаудамын. Бір консультация алу керек болды сізден тағы дейді. Алыңыз. Консультация алған болсаңыз бұрын терапия алғаныңыз дұрыс. Самый лучший психолог дейді. Гүлнұр ханым, қалайсыз, жақсысыз ба? Ой сананы өзгерт, басқа жол жоқ. Конечно, вот, проблема ойларда. Вот, когнитивно-поведенческий терапия сол ойларды айтады. Біздер мынандай нәрседе бір жағдай болды, бір ситуация болды. Мысалы, күйеуіңіз сізге ұрысты. Сізде сол кезде көңілсіздік болады, жабырқау болады. Сосын айтасыз да, мен күйеуім маған ұрысты, мен көңілім түсіп қалды. Достар, бұл жерде көңілсіздікпен ұрысу, яғни күйеуіңіздің ұрысуы ситуация. Ситуация жағдай болды, күйеуіңіз сізге ұрысты, бұл жағдай. Сіздің көңіл күйіңіздің түсуі, бұл эмоция, сезім. Енді осы сезім мен ситуацияның ортасында бір не бар? Ой бар, сізге әсер еткен. Негізінде ситуация болған ситуация емес сіздің көңіл күйіңізді түсіретін. Сол ситуацияны дұрыс емес интерпретация жасау, өзіңізге дұрыс емес қабылдау, дұрыс емес көзқарас жағдайға. Мысалы, күйеуіңіз сізге олай ұрыспау керек, неге ұрсады? Мен жақсы көрмеймін ма деген ойлар сіздің мазаңызды қашырды. Бірақ көп адамдар осы ойды түсінбейді, ойды ұмытып кетеді. Ой, ол доли секундтың ішінде болады да, мен ештеңе ойлағандағы жоқпын деп айтады. Маған келген клиенттердің көбісі, білмеймін, бір ой дейтін ой жоқ деп айтады. Бірақ сұрап келсең, миллион түрлі ой келеді. Артынан өзі түсінбей қалады. Мынандай ойлар келеді, Страх смерти бола ма? Ол неден болып жатыр? Потому что өліп қалам деп ойлап жатыр. Содан страх смерти болады. Жынды болып қалам деген қорқыныш болады біреуде. Неге болып жатыр? Потому что жынды болып қалам деп ойлайды ол адам. Страх потерять контроль, мысалы, өз-өзін контрольда жоғалтып қоюдан, өз-өзін контрольда ұстай алмай қалудан қорқады. Неге? Потому что өз-өзін басқара алмай қалам, қазір өзіме зиян беріп қоям, өзіме қол жұмсап қоям, өзгеге зиян беріп қоям деген ойлардың негізінде сол сезім пайда болады. Содан қорқып кетеді. Бірақ ол айтады, жаңағы айтқан мен ойламаған сияқты еш нәрсе дейді. Достар, ой болмаса сіз ешқандай мазаңыз қашпайды. Мысалы, 2 жасар балаңыз бар үйде, 2 жасар балаңызға бір қорқынышты ертек айтып берсеңіз, ол қорқа ма ол нәрседен? Қорқпайды ғой, дұрыс па? 2 жасар балаңызға мысалы
жаңағы айтқан орыс тілінде бір қорқынышты, ол орыс тілін түсінбейді, мысалы да қазақша сөйлейді. Орыс тілінде бір қорқынышты, бір катастрофический бір оқиғаларды айтып беріңізші, ол қорқа ма 2 жасар балаңыз? Конечно, қорқпайды. Потому что оның әлі психологиясы қалыптаспаған, біріншіден. Екіншіден, ол орыс тілін түсінбейді. Ол түсінбеген нәрсесіне ол размышлять ете алмайды, ол ойлана алмайды, ой жүгірте алмайды. Мысалы, сіз рак деген ауруды мүлдем білген жоқсыз. Пока что ол жаңағы айтқан есіңізді жиып, психологияңыз қалыптасып, сол ауру жайында информация жинамайынша да, естімейінше. Демек, сіз рак деген ауруды естіп алдыңыз, енді сізде не бар? Мысли пайда болды, ой пайда болды. Осындай аурулар болады екен, значит, мен де ауырып қалуым мүмкін деген предположение дейді ғой, бұлай, предполагать етесіз да, содан адам өзіне өзі қорқып кетеді. Содан уже адамда эпохондрия пайда болады. Көрдіңіз ба? Демек, артық информация. Соң үшін айтамын ғой, жын кіреді деген адамға кіреді, кірмейді деген адамға кірмейді. Мысалы, жын деп қудырып жүрген адамдар, ол өздері қудырып жүрген. Менде жын бар деп қуып жүр да. Потому что ол убеждениялар, наным, сенімдер. Маған айтады, сен басыңа түспеген. Мен басыма түспейді, ол жын деген адамның ішіне кірмейді ол. Басыңа түспегеннен біліп көрерсің, әлі басыңа түседі. Құдай болмаңдар, сендер болашақты жорамалдамай қойыңдаршы. Басыңа түссе көресің, ертең жын кірсе ішіңе білесің дейді. Шақырыңызшы сол жындарыңызды. Жіберіңізші маған. Ана жын шығаратын жын парастарға айтамын, жіберіңізші миллион жыныңды. Мен жүрейін енді жындардан қорқып, бейшара болып. Мен сендер сияқты қорқақ емеспін. Бұрын қорқам, бұрын мен қазір түсіндім, убеждениялар, наным сенімдерді ауыстырдым, өзімнің наным сенімдермен жұмыс жасадым. Все болды. Жын ешқандай зиян бере алмайды. Алла Тағала Құранда айтты ғой, шайтанның айласы өте әлсіз деді. Бірақ аят жеткілікті. Жын адамға зиян бермейтінде бірақ аят айтам. Алла Тағала Құранда айтады, я аюхаллазина аману ла таттабиу хутуати шайтан дейді. Иман келтіргендер, сендер шайтанның артына ермеңдер деді. Яғни таңдау еркін бізге берді. Біздің ішімізге шайтан кіріп бізді басқара алмайды. Біз таңдаймыз шайтанның артына еріп ермеуді. Сіз ішіме жын кіріп кетіпті, тағы бірдеңе шырдың. Сіз молдаға бармайынша, сіздің ішіңізде жын бар ма жоқ па, оны білген жоқсыз. Молдаға барып едіңіз, ішіңізде сиқыр бар, жын бар, көз тиген деген нәрсені естіп алдыңыз, әбден уж панический атакаңыз күшейді. Конце концов, түсініңіз, достар, бұл психическое расстройство, все болды. Сіз ешқашан, мен осы состояниенің шықтым, ешқашан шыға алмайсыз, пока что сіз мен түсінген нәрсені түсінбейінше. Сонса? Мен түсінген нәрсені түсінбейінше. Панический атакадан адамдар шығып жатыр. Неге? Потому что оларда убеждение қалыптасты, жаңа убеждение. То, что біздің мазасыздықты создавать ететін, ол өзіміз создавать етіп жатырмыз. Алла Тағала Құранда дейді. Алла Тағала Құранда айтып жатыр, Алла Тағала ешбір пендесіне зиян бермейді, зұлымдық жасамайды. Адамдар өздері зұлымдық жасайды дейді. Мен қалай панический атакаға түсем, қалай панический атакадан шығам? Бұл менің таңдауым. Менің таңдауым, достар. Сонысы Құдай маған ерік берді. Біреулер айтады, мен панический атакадан шыққым келеді, шығып. Мен айтамын, шыққың келе ме? Ол сенің таңдауың. Егер шығам деп келсең, шығасың. Шығам ба, шықпайым ба деп келсең, ренжіме, ол сенің уже шыққың келіп тұрған жоқ вообще. Сенде вторыйшая выгода бар. Сен шыққың келмейді, осы состояниеде жүре бергің келеді. Потому что саған выгодно бұл нәрсе, пайдалы саған. Сен панический атакада жүрсең, айта саласың, мен мазам болмай тұр, ауырып тұрмын деген сияқты. Ол нәрседе саған выгода бар, сонсымен пайда бар бұл нәрседе. Саған рахатта, егер конкретно шыққысы келетін адам, давно келіп жұмыс жасайтын адамдар тауып, керек болса Россияға барып қайтады, сол мықты психологтарға барып қайтады. Бардым ғой, мен барып жатырмын, жаңағыдай сөйлесіп жатырмын, онлайн сабақтарына қатысып жатырмын, жүгірдім. Былайша айтқанда, действительно шыққым келді менің. Бұрын мен жата беретінмін, әр нәрсені жаңағы айтқан сылтауратып. Агрофобия жаман ғой, осы әуелі Алла, келесі сіз және өзіме деген сен дейді. Камалбай ағаны іздеп қалдым ғой сол кезде. Сізге қабылдауға барсам деп едім дейді. Келіңіз, без проблем. Ассистентке жазыңыз, келіңіз. Просто бар ғой, мына нәрсені түсіңіз. Қашанғы сіз Камалбайды қарай бересіз? Қашанғы сіз Камалбайдың видеосын күтіп отырасыз? Зачем сізге мен? Зачем мен сізге? Бір нәрсені түсіңіз. Мен Павел Федрянкеге мен үлкен алғыс айтамын. Ол маған көмектесті, шығуыма көмектескенде жол жосып көрсетті. Ол маған бағыт бағдар берді, то, что менде паническая атака, и паническая атака қорқынышты емес екенін түсіндім, осознавать еттім, то, что менде жын, сиқыр, әртүрлі патологический аурулар емес екенін түсіндім. Осы нәрсеге тоқтадым, и паническая атакамен жұмыс жасадым, КПТ-ны меңгердім, шықтым. Мен мысалы Павел Федрянкенің постоянно видеоларын іздеп, маған керек емес, қарамаймын да тіпті мысалда. Но
бір-бірімізге подписанымыз. Ол кісі маған подписаться еткен, мен ол кісіге подписаться еткен. И видеоларын бөлісіп отырамын, что мен арқылы ол кісіні басқа адамдар да көрсін. Соса, ол кісіні көрсін. Ол өйткен қанша адамға жаңа көмектесіп жатыр. Неужели адамдар бар не істемеске, жаңа жасамасқа, білім алмасқа ол кісіден? Сондықтан достар, мен ешкімді іздемеймін қазір, вообще психотерапевттерді іздемеймін, психолог мамандарды іздемеймін, потому что өз-өзіме психологпын. КПТ-ның негізгі мақсаты сол. Мысалы, Павел Федоренкода бар психологтардың алдында барып отырмайды. Өйткені когнитивно-поведенческий терапия, ол сам себе психотерапевт. Ол негізі основасы солай. КПТ-ны бір меңгеріп оқып алған адам уже ары қарай психолог іздемейді ол. Өз-өзіне альтернативный мысли тауып береді. Всегда СМР жазады. Соған альтернатив уме дейтін техникалар бар. Соларды жасайды да. Все болды. Ол өзі шығып кетеді бұл состояниеден. Сондықтан менің мақсатым қазір ұйымдастырып жатқан курсымның атауы өз-өзіме психолог боламын деп аталады. Авторский курс арнайы. Бірінші рет мен жүргізіп жатырмын бұл курсты. Бұл жерде бүткіл методикаларымды, бүткіл үйренген тәжірибемді барлығын беретін боламын. Курс 20% теоретический болады, қалған 80% практикадан тұрады. Сол жерде проработка жасап, адамдар қалай бойындағы депрессия, тревожное расстройство, әртүрлі фобияларды жеңуге болатындығын сол жерде уже меңгеріп шығады. Ол жерде мен өз-өзіме психолог боламын атты курс, бірақ сізде уже жаңағыдай когнитивно-поведенческий консультант мамандығы беріледі. Уже сіз консультантсыз. Сізде сертификат болады арнайы, сол бойынша ИП ашып жұмыс жасай бересіз. Арнайы біз заңгерлермен ақылдасып отырып, сол сертификатты дайындап, енді бұйырса шәкіртті дайындай деп жатырмыз. Бұл сертификатты алған адам любой қаланың бүткіл жаңа Қазақстанның бүткіл өңірлерінде, Қазақстан территориясында және онлайн, офлайн қабылдай береді адам дегенді. Мен жеңдім ғой, шүкір, 3 жылда дейді. Тамаша. Тамаша Құндыз ханым, соның арқасында психолог болдым дейді. Керемет. Неше жылдан күресіп жеңе алмай келе жатырмын дейді. Күресіп деген қалай ол күресіп деген? Күресіп деген қарсы тұру ма? Қарсы тұрумен жеңе алмайсыз. Оған көлделең тұрсаңыз, жаңағы бойыңызда болып жатқан тревожностьқа қарсы тұру. Жоқ. Наоборот, рұқсат беру. Сіздің бойыңызда сол состояниенің болуына рұқсат беру. Техника принятия дейтін нәрсе бар. Осознанно күресуді доғару. Күресіп сен дұшпанымен күресейін деп жатқан жоқсың, ол қарсы дұшпан емес. Просто қабылдаңыз. Расслабиться етіңіз, денеңізді босатыңыз. Релаксация, релакс. Денеңізді полностью босатыңыз. Паническая атака келген кезде денеңізді полностью босатыңыз. Күшенбеңіз, тырыспаңыз, оны басқаруға әрекет жасамаңыз, потому что ол сізге бағынбайды. Сабақтарыңыз қаншадан? Достар, сосын сертификатқа адамдарды ертең шәкіртті дайындап деп жатырмын. Ол курстың бағасы 300 мың теңге, 300 мың. Басында 500 мың теңге деп белгіленгенбіз, басқа курстарда миллионнан сатылып жатыр ғой. Бұл басқа курстардан ерекшелігі өте жоғары, бірақ мен арзан қылып қойдым. Менің өзімнің бір терапиямның өзі 100 мың теңге. Мысалы, 1 сағат жұмыс жасаймын, ол 100 мың теңге аламын. Ал 5 күндік терапия менің 500 мың теңге тұрады. Ал енді ойлап қарай беріңіздер, мен қанша тауып жатырмын да, Алланың қалауымен да, Алла беріп жатыр ғой енді. Мен сол табысыммен басқалармен де бөліскім келеді. Потому что қазір қоғамға психологтар өте көп керек. Трендтегі қазір мамандық, себебі адамдардың барлығында дерлік психический расстройство бар. Адамдардың барлығында психикалық проблема бар. Бірақ көбісі білдірмейді, жасыр. Түбінде солар психолог іздейді. Сол кезде сіз неге алдына шықпасқа сол адамнан? Неге сіз көмектеспеске сол адамға? И сол үшін еңбек ақыңызды алмасқа. Сондықтан достар, мен арнайы бағасын түсіріп қойдым, болашақта көтереміз. Бұл бірінші менің курсым болғандықтан, офлайн курсым болғандықтан бағасын арзандатып қойдым. Бағасы 300 мың теңге. Көп адамдар қызығып сұрап жатыр ғой, ол бағасы қанша деп та. 2 сертификат беріледі, біреуі қазақ тілінде, екіншісі орыс тілінде сертификат. Сізде 2 сертификат болады. Сосын ары қарай сіз жұмыс жасай берсеңіз болады. Тағы да басқа обучениелер бар, басқа курстарға қатысып, жинай берсеңіз болады, білім ала берсеңіз болады. И маманға айналыңыз. Неге айналыспасқа, неге жұмыс жасамасқа? Паническая атакадан тек осы нәрсені қабылдау, принятие болу керек и дружить ету керек дейді. Дұрыс. Техника принятиядан басқа техникалар өте көп, мыңдаған техника бар. Просто ең бастысы, не только ол КПТ терапиясында, бүткіл мына психологияда 600-ге жуық терапияның түрі бар да, 600-ге жуық. Сол психотерапияның барлық түрі ең бірінші бізге берген кезде техника принятияны береді. Барлығы сол техника принятия. Психосоматикада да, когнитивно-поведенческий терапияда да, психоанализ,
НЛП, нейролингвистическое программирование, тағы не мысалы да, өте көп. Гештальт, барлығында техника принятия. Консультация қалай аламыз? Консультация алу үшін, достар, менің парақшамдағы номер жазылған сілтеме бар, соған кірсеңіз, соған хабарлассаңыз, WhatsApp номеріне, телефон номері бар парақшамда. Сол номерге хабарлассаңыз болады. 8-705-377-6288 деген. Сол кісіге жазасыз, консультацияға жазыласыз и жұмыс жасаймыз. Неден болады? Паническая атака, детский травмадан бола ма дейді. Детский травма деген нәрсе жоқ. Детский травма дейтін нәрсе просто ол атау. Салдар. Детский травма салдар. Детский травма дегеніміз ойлар, өткен шақтағы өмірдегі болған оқиғаларды ұмыта алмау. Ата-ана мен баланың арасындағы оқиғаларды, бала кезде алған жаңағы кейбір психический травмаларды ұмыта алмау. Мысалы, бала кезіңізде бір нәрсе қатты сізді қорқытты, сол үрейді ұмыта алмау деген сияқты да. Детский травма дейтін нәрсе жоқ негізінде. Когнитивно-поведенческий терапевттер, КПТ терапевттер детский травмамен жұмыс жасамайды. Қазір осында не болып жатыр, сонымен жұмыс жасайды. Мысалы, мынандай нәрселер бар да, мынандай техникалар бар да, гипнотерапияда. Баланы анасының ішіне дейін қайтару, құрсағына дейін қайтарып, ананың ішінде не болды, соның бәрін примерно гипнотерапияның кезінде жаңағыдай не істейді, өткізеді былайша айтқанда техника. Мен оны да үйренгем, но бірақ оны қолданбаймын мүлдем. КПТ олай жасамайды. КПТ қазір не болып жатыр, сізді қорқытатын не нәрсе? Потому что сіздің өткен өміріңіздегі болған жағдайларды ешкім өзгерте алмайды. Ол өзгерусіз қалады. Ол өткен өмірге регресс жасағанмен пайдасы жоқ. Осы нәрсені біз түсінуіміз керек. Проблема қазіргі сәтте қазір болып жатыр. Қазір ойлар сізді мазалап жатқан. Яғни өткен шаққа қатысты ойлар мазалап жатқан болуы мүмкін. Өткен өміріңіз емес сізді мазалап жатқан. Өткен өміріңіз өтіп кетті. Өткен өміріңізге байланысты ойлар немесе болашаққа қатысты ойлар. Қазір сіз осындай емес, сіз просто ойыңызбен екі жақта жүрсіз. Өткен өміріңіздегі болған оқиғаларға өкініш, қиналу, қайғыру деген сияқты. Немесе болашаққа уайымдау. Болашақта бір нәрсе болып қалады, катастрофический бір нәрсе болып қалады деген ойлар сіздің мазаңызды қашырып жүріп тұрған. Сондықтан КПТ, когнитивно-поведенческий терапия, бұл ойлармен жұмыс жасайды. Егер жұмыс жасаса, біліңіз, ол когнитивно-поведенческий терапия деп Арон Бек айтып кеткен. Егер ол действительно жұмыс жасаса, онда біліңіз, ол когнитивный терапия деп айтқан. Ал енді неден болады дейтін болсақ, ол болып жатқан ситуациялар, мысалы, далада айналаңызда сыртта болып жатқан қайғылы жағдайлар, басыңыздан өткен оқиғалар, әртүрлі экология болуы мүмкін, әртүрлі проблемалар болуы мүмкін, немесе телесный проблемалар, операция, әртүрлі патологический аурулар болуы мүмкін, ситуация. Соны дұрыс емес қорытуыңыз, миыңызға дұрыс емес қабылдауыңыз, яғни бір нәрсе болып қалады, бір нәрсе осындай болып қалады деген сияқты ожидание. Дұрыс емес қабылдауыңыз сізді панический атаға түсіріп жібереді. Жалпы ойлар сізді панический атакаға түсіреді. Сабағыңызды онлайн алуға болады. Жоқ, онлайн болмайды, ол офлайн болады, достар. Офлайн. Достар, бір нәрсені түсініңіз. Офлайн ол өте керемет болады. Офлайн бізде неге офлайн? Психологтың орнын ешқандай искусственный интеллект баса алмайды, сол нәрсені естен шығармаңыз. Бұл психология, ешқашан чат GPT, миллион түрлі техникалар сізге беруі мүмкін. Чат GPT-да когнитивно-поведенческий терапияның техникалар беруі мүмкін. Бірақ ол сізге ешқандай әсер етпейді, потому что ол жансыз. Жансыз нәрсе сізге техникаларды осылай жаса деп үйретіп жатыр, но бірақ ол сіздің қасыңызда емес, ол просто ол сіздің жаныңызда жанды нәрсе емес. Сізде всегда сомнение болады ол нәрсеге. Всегда сомнение болады, потому что бұл робот қой, бұл айта беру мүмкін деген сияқты. Сондықтан офлайнда сіз действительно энергияны сезінесіз ғой ол жерде. Сол жердегі энергияны, адамдардың жаңағы айтқан энергиясын сезіне аласыз. Сондықтан ол жерде конкретно мықты сабақтар дайындалған, сондықтан оны онлайн өткізу, онлайн әрине пайдасы болатын шығар, но бірақ мен өзім офлайнды жақсы көремін. Егер біреумен бір жұмыс жасағым келсе, офлайн жұмыс жасаған жақсы көремін деген сияқты. Денемде жыбырлап жүреді, біресе басымда, біресе жүрек тұсымда, қатты ауырады. Онымен қалай жұмыс жасау керек дейді. Ол жындар ғой, оны Құран оқып дем салып шығару керек деп осы жерде айтып отырсаң, жын шығаратындар өйстеді ғой. Енді күлетін нәрсе емес, достар. Қазір кезде адамдар сөйтіп утверждение береді, жындар деп айта салады. Жынды бірақ ешкім көріп тұрған жоқ.
Просто айта салады, сізді одан сайын қорқытады. Бұны медицинада парестезия дейді. Бұл нерв тамырларының нестеуі, неврологический расстройство ғой жаңағыдай. Нерв тамырлары, периферический нервный система деп атаймыз. Немесе вегетативный нервный системаның дисфункциясынан болып жатыр. Бұны парестезия дейді. Дене үйіп қалады, дене шымырлайды, қышиды деген сияқты. Басыңызда, шаштардың арасында, денеңізде, полностью аяқ қолдарыңызда шымырлап, жыбырлап жүруін парестезия дейді. Бұны өтірік ауру дейді. Медицинада дәлелденген нәрселер, достар, барлығы. Медицинада бар нәрселер, айтылған нәрселер. Галлюцинация, мысалы, жындар оқып атқан кезде неге айқайлап қышқырып әртүрлі дауысқа енеді. Ей, достар, бұл галлюцинация деніледі. Бұл медицина барлығын зерттеп айтып беріп кеткен. Мысалда, шетелде жын шығаратын адам жоқ, осылай адамдар қуып кетеді да, мысалда. Галлюцинация түседі, миға жаңағыдай ми отключки береді, сол кезде адам не сөйлеп, не қойған білмейді. Эмоциональный освобождение болады адамда. Оларда жазылып кетіп отыр ғой, мысалы. Оларды ешкім Құранмен оқып дем салып жатқан жоқ қой. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жын шығару үшін Құран оқып дем салған емес та адамға. Солай. Ассалаумағалейкум, бауырым, панический атакамен неше ай жұмыс жасайсыз мүлдем құтылу үшін дейді. Жалпы 5 күндік терапия өткіземіз. 5 күндік терапияда біз полностью методикаларын барлығын береміз. Қалай жұмыс жасауымыз керек. Адамда не нәрсе, қандай когнитивный искажениялер бар. Біреуде долженствование болуы мүмкін. Біреуде жаңа айтқан перфекционизм болуы мүмкін. Біреуде катастрофическое мышление болуы мүмкін деген сияқты да. Біреуде жаңағыдай обесценивание болуы мүмкін. Өз-өзін төмен санау дейді ғой. Сондай нәрселер. Сол когнитивный искажениялер тауып аламыз, солармен жұмыс жасаймыз да, и ол ары қарай өзін алып кете алады. Ал егер толық құтылу үшін толық құтыла алмай жатырмын десе, онда олмен длительный жұмыс жасалады. Айына келіп тұратын болады онда. Саламатсыз ба, тревога кезінде тамақ құрғай беру симптом бар ма? Тамақ құрғай береді, ауыз кеуіп кетеді. Ауыз кеуіп кете береді. Федоренко шығар. Павел Федоренко. Қанша тұрады курсы? Обучение 300 мың теңге тұрады. Достар, бір апталық обучениеміз 300 мың теңге тұрады. Қазірден бастап жазылып, орын алып қой берсеңіз болады. Себебі ертең біздің аудиторияға сыймай қалмау керек та. Сыймай қалмау керек. Адамдар сиятындай болу керек. Енді әрине адам көбейіп кетіп жатса, біз более үлкенірек жаңа айтқан аудиторияны аламыз, Алла қаласа. LED экранмен арнайы ол жерде полностью презентациялар дайын тұр. Сол презентация бойынша ғылыми түрде өтеміз сабақтардың бәрін. Когнитивно-поведенческий терапия және рациональный эмоциональный поведенческий терапияны өтеміз ол жерде. Аға, менде невроз бар. Адамдармен араласуға қорқамын. Невроздан шығу мүмкін ба? Конечно, 100% мүмкін. Вот именно адамдармен араласудан қорқатын не нәрсе, сол нәрсені не істейміз? Тауып, сонымен жұмыс жасаймыз. Ой, бұл бетімді не істеп тұрады? 300 мыңдық курс қашан болады уақыты? 2025 жыл қаңтар айының 6-сында болады, иншалла. Неге соны жасамасқа? Неге соны жасамасқа? Неге жасамасқа? Жасау керек соны. Терапияға рассрочка бар ма? Рассрочка бар, 12 айға бар. Ертең 12-сінен бастап 24 айға ашылады терапияға. Достар, 300 мың теңгелік курсты қазір сатып алып қойсаңыз, мысалы 24 айға алатын болсаңыз, сізге примерно 12 мың теңгеден ба келеді? Айна 12.500 теңгеден ба келетін екен? Сіз 12 мың теңге айна төлеп, мысалы психолог боласыз. Бірақ сіз айна, мысалы, миллионның үстінде ақша табасыз. Шынымен айтайын, миллионның үстінде ақша табасыз. Потому что психология қазір трендте уже, психологтар уже, адамдардың барлығы уже санасы дұрысталып, қазір жын оқитындар, емші дегенге баруды азайтып жатыр халық. Қазір халық азайтып жатыр. Олар түсініп жатыр, олардың ешқандай пайдасы жоқ екен. Просто санада проблема мида екенін түсініп жатыр. Мысалы, сіздерде осы кезге дейін емшілерге барып алданып келдіңіз да, уже ешқандай пайдасы жоқ екенін білдіңіз, проблема психически мида екенін түсіндіңіз да. Мен де сондайлардың бірімін да, мысалы, кезінде мен де емшілерге бардым, өзім жын шығарумен айналысқанмын. Енді өзім жын шығарып жүріп, қазір жын кіреді деген нәрсені мидан шығарып тастадым да. Просто ол біздегі внушение, мидағы внушение. Біз просто жоқ нәрселерді, иллюзияларды ойластырамыз осы. Біреулер өліп таласады менімен, өліп қырылады да. Мен айтам, сен жын кіреді ол деп. Мен айтам, сен кіріп шығып жатқан көрдің ба, мысалы да. Сен құдай болма деймін да, олай құдай болма. Олардың ойынша мен кіреді деп айтсам, олар жүрегі тынышталады сияқты. Мен айтпаймын мен. Көрдіңіз бе, мен айтпаймын. Сен кіреді деп сенім жүре бер, ол сенің таңдауың. Бірақ мені сендіруге тырыспа деймін да.
егер сенетін адамдар болса осы жерде де сендер кіреді деп сеніп жүре беріңдер, жындардан қорқып жүре беріңдер. Мен жындардан қорқып уақытымды кетіретін уақытым жоқ. Неге сол жындар Роналдоға кіріп кетпейді, Мессиға кіріп кетпейді, Рокфеллерге кіріп кетпейді, жаңағы айтқан Билл Гейтске, Илон Маскқа неге жындар кіріп кетпейді? Солар неге байып жатыр? Тек осы қазақтарға ғана кіреді екен да, жаңағы өзбектерге, осы Орта Азияда тек мұсылмандарға ғана жындар кіреді екен да. Просто бұл да бір саясат та, Құдай сақтасын. Жындармен қорқытып, жындармен үркітіп адамдарды тоқтату керек бұл нәрсені негізінде. Жоқ, тоқтатпаса да маған бәрібір ғой, мен басым ауырмайды ол. Кім неге сенеді, қайда сенеді, кім неге сенбейді, ол өзі біледі, дұрыс емес па? Главный менің міндетім, достар, менің аудиториямда, менің оқырмандарым бар, маған арқа сүйеп сенім артып отқан оқырмандарымның мен мышлениясын, көзқарасын өзгерту, былайша айтқанда. То, что сізге сізді қорқытып жатқан, ол сыртта болып жатқан жағдайлар емес, не жындар, не шайтан, не аурулар емес, немесе болып жатқан оқиғалар емес. Просто сіздің ойларыңыз, сол нәрсеге болып жатқан жағдайларға деген сіздің көзқарасыңыз сіздің мазаңызды қашырып жатыр. Мысалыға разные мысли, разные эмоции дейміз ғой, мысалы, әртүрлі ойлар, әртүрлі эмоциялар создавать етеді, дұрыс па? Мысалы, бір жағдай болды, бір оқиға болды. Мысалы, сыртта далада убийство болды. Бір адам екінші бір адамды өлтірді. Енді осы жерде бір 5 адам бар, 5 адам 5 түрлі эмоция білдіреді. 5 түрлі эмоция білдіреді. Біреуі қатты ашуланады, біреуі қатты ренжиді, біреуі жабырқайды, біреуі қорқады, біреуі вообще эмоция білдірмейді. Яғни 5 адам 5 түрлі не білдірді, жаңағыдай сезім білдірді. Біріншісі қатты ашуланған адам, ол неге правительство қайда қарап отыр, неге осындай нәрсені жөнге келтірмейді, не үшін осылай болады, болмау керек бұндай нәрсе деген долженствованияның негізінде ашу дейтін эмоцияға берілді. Екіншісі ренжіді. Неге ренжіді? Не сонда адамдар сөйтіп өлтіріп, жаңағы адам неге олай өлтіреді, неге осылай болады, бұлай болмау керек қой деген ойдың негізінде ренжіді. Үшіншісі, мысалы, подавленность, жаңағы айтқан подавленность, жабырқау, депрессияға түсіп кетеді. Неге? Сонда не адамдар көшеде бір-бірін өлтіріп кете бере ма? Сонда бір-бірімізді пышақтап, жаңағы айтқан азаптап кете береміз ба? Бір-бірімізге зиян беріп кете береміз ба? Қалай, сонда әділдік қайда кетті деген сияқты да. Жабырқайды. Төртінші адам қорқады, үрейленеді. Неге? Мир опасно. Бұл әлем қауіпті. Бір-бірімізді өлтіріп кете беретін екенбіз. Көшеге шықсақ, күтпа күндіз бір-бірімізді өлтіріп кетеміз, атып кетеміз. Значит, көшеге шығу опасно деген ойдың негізінде ол адамда страх пайда болады, үрей пайда болады. Ал бесінші адам немқұрайлы қарайды. Неге? Құрсыншы, өлтірем ма, бір-бірін атама, өздері біледі да деп спокойно қабылдайды да, техника безразличия дейді ғой, немқұрайлық техникасын қолданып та все жүре береді деген сияқты да. Бұл жерде 5 адам 5 түрлі эмоцияны білдірді. Бұл не, қаяқтан туындады бұл эмоциялар? Болып жатқан оқиғалар ма эмоцияны жаңағы оятқан? Жоқ, біздің ойларымыз. Мысалы, 5-ші адам сияқты бізде оңай қабылдауға болады любой нәрсені. Жоқ, біз обязательно бір эмоция білдіруіміз керек та ол жерде. Біз өзімізге міндетті тұтсаңыз, қалай да біз соған реакция білдіруіміз керек. Сол болған оқиғаға қалай да араласып бір реакция білдіруіміз керек. Не ашулануымыз керек, не қорқуымыз керек, не үрейленуіміз керек, не жаңағы айтқан ренжуіміз керек, немесе жаңағы депрессияға кіріп кетуіміз керек. Қалай да бір эмоция білдіруіміз керек. Көрдіңіз ба? Жаман ойлардан қалай құтыламыз? Когнитивно-поведенческий терапия арқылы құтыласыз. Психотерапия арқылы құтыласыз. Паникада жүрек қысыла бере ма? Жүрек қысылған сияқты болады. Жүрек қысылмайды, жүрек қысылып жатқан сияқты болады. Сол қабырғам, кеудем ауырады. Негатив ойлап қалсам, сол жерім 2 есе ауырып кетеді. Неге? Бұл стресстің тамырлары бар осы жерде. Стресстің тамырлары деп атаймыз. Периферический нервный система. Мына жерде міне. Сол нерв тамырлары. Сол қысады. Напряжение болады, потому что денеде мышечный напряжение дейді. Сол кезде спазмдар болады, спазмдар. Мышцаларда спазмдар болады. Түсіндіре алдым ғой? Жарайды, достар, осымен бүгінгі эфирімізді аяқтайықшы. Көптен кірмегеннен кейін кіріп жатырмын, жалпы. Фильтр қайта қосылып. Ең соңғы бір сұрақ қойсаңыздар, сол сұраққа жауап берейін де, эфирді осымен аяқтайын. Қазір 4:30-да консультациям бар еді бір адаммен. Сонымен сөйлесіп жіберейін. Давайте. Конкретно бір жауап берейін. Эфирге кіріп, ұрсып тастайды сияқтым ғой, постоянно. Постоянно кіріп алып, ұрсып тастайды сияқтым ба эфирге. Солай достар.
Все, сұрақ жоқ болғанда, давайте достар, қоштаспаймыз. Алла тағала өмірлеріңізге берекет, бастарыңызға амандық, дендеріңізге сауап берсін. Ауырмаңыздар. Егер шынымен де панический атака болса, жұмыс жасаймыз, иншалла. Барлығы басылады. Алейкум ассалам. Толик. Аманшылықта.